Арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесін анықтаңдар дейді. -1, 3, 7 ары қарай жалғасады. Арифметикалық прогрессиясы берілген. Бірінші мүшесі, екінші, үшінші мүшесін анықтадық. Енді бізге үшінші мүшесін табу керек. 5-ші мүшесін. Яғни А5 тең сұрақ. Онда біздер формуласын жазуымыз керек. АН ол бізде А1 қосылған D жақшаның ішінде N азайтылған 1. N-ші мүшесінің формуласын жазып аламыз. Енді бізге 5-ші мүшесін анықтау керек. Онда А1 қосылған D жақшаның ішінде N енді бізде 5-ке тең болғандықтан, онда мына жерге 5 азайтылған 1-ді қоямыз. Ары қарай А5 тең 1 қосылған D, енді мына жерде 5 азайтылған 1, 4, мына жерге 4 деп жаза салайық. Енді бұл жерде бізде А1 бар, ол -1-ге тең, ана D жоқ. Енді D-ні табу үшін біздер келесі мүшесінен алдыңғы мүшесін азайтуымыз керек, яғни А1-ді. А2 бізде 3-ке тең, азайтамыз А1-ді. Ол бізде -1-ге тең. 2 минус бізге береді плюс, сонда 3 қосылған 1, ол тең болады 4. Сонда D бізде 4-ке тең. Онда формуламызға қоямыз. А5 тең болады. А1 ол -1-ге тең. Сосын қосылған 4 көбейтілген D, оны жаңа таптық 4. -1 қосылған 16, 4-ке 4-ті көбейтсек. Минус плюс бізге азайтуды береді. 16-тан азайтсақ 15. Сонда 5-ші мүшесі бізде 15-ке тең. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 4 мүшесін жазыңдар дейді. Алғашқы 4 мүшесі, бірінші мүшесі бізге берілген, ол 1,7. Жаңа формуламызды қайталап жазамыз. АН ол А1 қосылған D, N азайту 1. Енді екінші мүшесін табу үшін біздер А1 қосылған D жақшаның ішінде 2 азайту 1 дейміз. Яғни N бізде мына жерде 2-ге тең, екінші мүшесін табуымыз керек. Мұнда 2, мұнда 2-ні қоямыз. Онда бізде А1 қосылған жақшаның ішінде 1 шығады, сондықтан 1 D деп жазамыз. N3, үшінші мүшесін табу үшін біздер А3 дейміз. А1 қосылған D жақшаның ішінде 3 азайтылған 1 болады. Онда қайталап жазсақ, А1 қосылған жақшаның ішінде 3 азайтылған 1 болады. 2 D болады. Енді байқасаңдар, мына жерде 2 болған кезде мына жер 1 болады. Үшінші мүше болған кезде мына жер 2 болады. Сонда қазір 4-ші мүшесін жазатын болсақ, мына жерде бізде А1 қосылған 3D болады. Тура солай. Яғни 5-ші мүшесін жазатын кезде А1 қосылған 4D болады. Онда бірден формуласына қоямыз. А1 ол бізде 1,7 қосылған -0,2 тең болады. Плюс пен минус бізге азайтуды береді. 1,7 азайтылған 0,2, 1,5 болады. Тең. Ары қарай 1,7 қосылған 2 көбейтілген D-ның орнына біздер минус 0,2-ні қоямыз. 1 қосып 1,7, плюс пен минус қайтадан бізге минусты береді. 2-ге 0,2-ні көбейтсек, 0,4 болады. 1,7 азайтылған 0,4 болады, 1,3. Бірінші мүше бізде мына жерге жазып қояйық. А1 бізде 1,7 болды. Енді қарасаңдар, келесі мүшесі бізде 0,2 азая береді. 1,5, 1,7, 1,5, 1,3. Онда мына жерде бірден есептемей 1,1 және 1,1-ден 0,2-ні азайтсақ, бізде 0,9 шығады. Сонда міне алғашқы 5 мүшесін біздер жаздық. А1 18, айырымы D минус 0,5 болса, 20-ші мүшені табыңыз дейді.
Онда мына формуламыздан бастаймыз. dn минус 1. 20 десе, онда біздер A1 қосылған d жақшаның ішінде 20 азайтылған 1 дейміз. Яғни A1 қосылған 19 d. A1 бізде 18 қосылған 19 көбейту d, яғни минус 0,5 болады. Тең. 0,5-ті біздер 2-ден 1 деп алайық. 19 көбейтілген 2-ден 1. Мына плюс пен мына минус бізге азайтуды береді. 19-ды 2-ге бөлсек, 18 азайтылған. 19-ды 2-ге бөлсек, 8, 9,5 болады бізде. 9,5. 18 азайтылған 9,5. Бізде болады 7,5. 8,5. Болды, 20-шы мүшесі бізде 8,5-ге тең. 11,7 арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесі және n-ші мүшесін анықтаңдар дейді. Бірден анықтап алайық. A1 бізде 11, 2-ші мүшесі бізде 7-ге тең. Сосын d-ны анықтап алайық. D бізде ол кейінгі мүшесінен алдыңғы мүшесін азайтамыз. Яғни 7 азайтылған 11, d тең болады минус 6. 5-ші мүшесі A5 тең сұрақ. Және n-ші мүшесі, яғни AN тең сұрақ. 5-ші тең болады. Формула бойынша A1 қосылған 4d, яғни бағана формуламыз жазамыз тағы да мына жерге. Ал n-ші мүшесі сол формула болып қалады. A1 қосылған d көбейтілген n-1. Мына жерде біздер A5-ті табу үшін бірінші мүшесін қоямыз, ол 11 қосылған 4d. 4 көбейтілген d. d бізде тапты, ол минус 6-ға тең. Ал есептейік. 11 азайтылған, плюс пен минус азайтуды береді. 4 көбейтілген 6. 24, 11-ден 24 азайтсақ, болады минус 13. Ал AN деген бізде A1-дің орнына өзін 11-ді қоямыз. Қосылған D-ның орнына біздер минус 6-ны қоямыз. Сосын n минус 1 деп мына жерге жазамыз. Ары қарай жақшаларды ашайық. 11, мына плюс пен минус бізге минусты береді. 6-ны біздер n-ға көбейтеміз, 6n болады. Сосын 6-ны біздер 1-ге көбейтеміз, ол 6 болады. Бірақ енді мына жерде бізде жақшаның алдында минус болғандықтан, мына минуспен бізге ол плюсті береді. Ары қарай минус 6n алдымен, сосын 11-ден қосамыз. Мына жерде қосу болды бізде. Қосамыз 11-ге 6-ны. Ол болады 17. Сонда AN ол бізде минус 6n қосылған 17 болады. Ал 5-ші мүшесі бізде ол 13-ге тең болады. Минус 13. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі мен d айырмасын берілген дейді, AN табыңыз дейді. AN бізде мұнда формуласын жазамыз. A1 қосылған d жақшаның ішінде n-1. n бізде 16, яғни 16-шы мүшесін табуымыз керек. A1-дің орнына минус 3-ті қойдық. D-ның орнына 0,8-ті қоямыз. N-ның орнына бізде 16, минус 11, минус 1, ары қарай минус 3. Жақшаның ішінде 15 шығады. Қосылған 0,8 көбейтілген 15. 0,8 15-ге көбейтсеңдер 12 болады. Минус 3 қосылған 12 болады 9. Сонда 16-шы мүшесі бізде 9-ға тең болады. Бізде d-ны табуымыз керек дейді. Бірінші мүшесі минус 7 және 16-шы мүшесі 2-ге тең дейді.
Онда n-нің формуласын тағы да жазып қояйық. Бұл жерге көз алдымызда тұрсын d(n-1). Ары қарай. A16-ны біздер жазайық. Ол бізде A1 қосылған. Енді n-нің орнына біздер қазір 15-ті қоямыз. 16-ны қоямыз. 16 азайтылған бір бізде 15 болады. Енді оны жаттап алдық алдыңғы есептерден. 16-ның орнына 16-шы мүшесі 2-ге тең. Оның орнына 2-ні қоямыз. Бірінші мүшесі бізде -7-ге тең. Ол -7 қосылған 15 дейміз. Сандарды бір жаққа, әріптерді бір жаққа. Яғни -7-ні біздер сол жаққа қарай өткізейік. Ол +7 болып өтеді. Мына жақта 15d қалады. 9 тең 15d. Бұл жерден бізде d тең болады 9 бөлінген 15. Қысқартсақ болады 3-ке. 3, мына жақта 5 қалады, немесе 0,6 дейміз. d 0,6-ға тең. Арифметика прогрессінің бірінші мүшесімен айырымын табыңыз дейді. Яғни бірінші мүшесін және айырымын табу керек. Онда мына c ма, онда c-ні қоя салайық. Мына жерге c1 табуымыз керек. c20 және c66 мүшелерін біздер формула бойынша ашып тастайық. Яғни c20 бізде c1 қосылған d, енді n-1 ол бізде 20 азайтылған 1 болады. c66 тең c1 қосылған d, жақшаның ішінде 66 азайтылған 1. Жерден теңдеу жүйесін құрастырамыз біздер. Қайтадан көшіріп алайық. c20-ның орнына біздер мәнін қояйық, 0 болады, тең. Мына жақтан c1, жақшаның ішінде 19 d болады. c66-ның орнына -92-ні қоямыз. Мына жақтан c1 қосылған 66 азайтылған 1, ол 65d болады. Жерде 19. Енді біздер мынау екінші теңдеуден, бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтайық. Яғни 0 азайтылған -92, не азайттық, тең болады. c1 азайтылған c1 ол 0 болады, жазбаймыз. 19-дан азайтамыз 65-ті, ол болады. Жазып қойсақ, минус пен минус плюсті береді 92, тең 19 азайтылған 65 болады. 56. 56d. 46d. 46d. Енді d-ні табу үшін біздер 92-ні бөлеміз 46-ға. Ол тең болады 2. d-ні таптық. Енді біздер c1 табуымыз керек. Яғни d бізде 2. Оны біздер аламыз да қазір теңдеуге қоямыз. Онда бұл жерде c1, яғни мына жақ 0 тең c1 қосылған 19 көбейтілген 2. Онда 0 тең c1 қосылған 38 болады. 38-ді алып, сол жақ қарай өткізейік. Мына жақта c1 тең болады. -38. Яғни c1 бізде -38-ге тең. Бірінші мүшесін таптық. d мына жақта бізде. Келесі арифметика прогрессінің бірінші мүшесімен айырымын табыңыз дейді. Ол үшін біздер мына A5, A11 барлығын жеке-жеке ашып тастауымыз керек. A5 бізде ол A1 қосылған 4-ті. A11 бізде ол A1 қосылған 10-ді. Соның барлығын біздер мына жерге қазір жазайық. A4, A10 барлығын жазып тастаймыз. Сондықтан A1 қосылған 4-ті қосылған A1 қосылған 10-ды тең болады -0,2. Мына жақта A4 бізде ол A1 қосылған 3-ді азайтылған минус. Мына жақта енді жақша қаламыз. Минус болғандықтан A1 қосылған 9-ді болады. Тең 2,6. A1 қосылған A1 бізде болады 2 A1. 4-ді қосылған 10-ды болады 14-ді. Тең -0,2. A1. Мына жақта жақшаны ашайық. A1 қосылған 3-ті.
жақшаны ашсақ минус А1 және қарама қарсылығына өзгереді, ол да минус 9d болады. Тең 2,6. Мына жақта әзірше көшіріп ала салайық. 2А1 қосылған 14d тең минус 0,2. Мына жақта А1 мен А1 жойылады, азайтсақ. 3d азайтылған 9d болады минус 6d тең 2,6. Ары қарай екінші теңдеуден біздер d-ны тауып алайық. d тең болады 2,6 бөлінген минус 6. Қысқартсақ бізде болады 1,3 бөлінген минус 3. Енді 1,3 дегенді біздер 10-13 деп жазып алайық. Және оны минус 3-ке бөлейік. Бірінші бөлшекті қалдырамыз, екінші бөлшек бізде орнымен ауысады. Және көбейту болады минус 3-тен 1. Яғни минус 30-дан 13. d-ны таптық, енді бірінші мүшесін табайық. Бірінші мүшесін табу үшін біздер d-ны, яғни мына санды біздер мына d-ның орнына қояйық. 2a1 тең минус 0,2. Мына теңдеуде 14d-ны мына жаққа өткізе салайық, минус 14d деп. Енді барып орнына қояйық. Минус 0,2 азайтылған 14 көбейтілген. Мына санды қоямыз d-ның орнына енді. Минус 30-дан 13. Қысқартайық 2-ке 15, 7, 7-ні көшіріп алайық. А1 тең минус 0,2. Мына 2 минус береді плюс. 7-ге 13-ті көбейтсек болады 91 бөлінген 15. 91-ді 15-ке бөліп көрейік мына жақта. 6-тан алайық. 90 және 1 қалдық. Онда біздер былай жазамыз. 2a1 тең мынаны жай бөлшекке айналдырайық. 10-нан 2 деп, және қосылған 6,15-тен 1 дейік. Мынаны қысқартсақ 5-тен 1 болады. Және ортақ бөлім бізде 15 болса, яғни 6, ортақ бөлім 15, қосымша көбейткіш 1, мұнда 3 болады. 3-ке 1-ді көбейтсек, мына жақта бізде минус 3, және мына жақта бізде 1. Қосу 1. Енді минус 3-тен минус 3-ке 1-ді қоссақ, ол минус 2 болады. Онда біз 6-дан 1 қарызы қаламыз. Онда бізде 5 болады мына жақта. Және бөлшектердің қосу ережесі бойынша мына жерде бізде 15 минус 3 қосылған 1 болады. Ол бізде болады 5,15-тен 13. Осының барлығы бізде 2a1-ге тең. 5,15-тен 13. Мына бізде бұрыс бөлшекке айналдырайық. 15-ке 5-ті көбейтсек 75, қосамыз. 15-тен 88. Енді a1-ді табу үшін біздер осы санды 2-ге бөлеміз. Астында 1 бар. Бөлшек орнымен ауысады. Көбейтілген 2-ден 1 болады. Қысқарады 44. 44 бөлінген 15 болады. Немесе 2,15-тен 14. Мынау бізде A1, мынау бізде D. Арифметик прогрессия алғашқы қосылым мүшесінің қосындысын табыңдар дейді. Бізде мынау 3 түрлі есеп, 1, 2, 3 есеп, мүшесінің қосындысын табыңдар десе, онда формуласын жазып қояйық. SN тең бізде 2A1 қосылған D жақшаның ішінде n-1 бөлінген 2 көбейту n.
10 десе, онда біздер оны 10 формуласына туралайық. S10 дейміз. 2A1 қосылған. N-нің орнына біз ана жерге 10-ды қоямыз. Сонда 10 азайтылған 1, 9D болады. Бөлінген 2, көбейтілген, но N-нің орнына біздер 10-ды қоямыз. Бірден қысқартып жіберейік. 5 қалады мына жерде. Оны бірінші жазып қоя салайық. Сосын жақшаның ішіне 2A1 қосылған 9D деп жазамыз. Онда бізге A1 керек және D керек. A1 бар бізде 14,2. 2 көбейту 14,2 қосылған D, енді біздер оны білеміз. Ол келесі мүшесінен алдыңғы мүшесін азайтамыз. 14,2. Ол бізде 4,6 болады. Минусымен. Орнына қойайық. Тең. Енді көбейтеміз барлығын. 5-ті ашып жақшаны көбейтіп жіберсек, 5-ті 2 көбейтсек 10 болады. 10-ды 14,2 көбейтсек 142 болады. Сосын 5-ті 4,6 көбейтсек 46 болады. 46-ны 9-ға көбейтсек, бізде 360 және 54. 404 болады мұнда. Және плюс пен минус бізге азайтуды береді. Мына жер 14. 414 азайтылған 142. 2. Мұнда 9, 5, 3, 252 минусымен болады. Мұнда бірінші есептің жауабы ол алғашқы 10 мүшесінің қосындысы минус 252 болады. Екінші есепте бізде барлығы дайын күйінде берілген, онда біздер формулаға бірден қоя саламыз. Яғни тура осындай формула шығады бізде. Мына стандарт формуласы тура осылай 2A1 9D 2 10 деп барлығын қысқартып, мынадай түрге келеміз бұл жерде де. Бар болғаны тек берілгендерін орнына қоямыз. Минус 17 қосылған 9 көбейтілген 6. D бізде 6, міне минус 17 қойдық орындарына. Ал енді есептейміз. Мені үлкен жақша деп қояйық. 5 көбейтілген минус 34 және қосылған 5 көбейту 54 болады. Мына жерде бізде жақшаның ішінде де алдымен есептеп алсақ болатын еді. 5 көбейтілген 54 азайтылған 34 деп. Жалпы мына жерде есептесеңдер, 20 болады. Сонда жауап 100 болады. Соңғы есепте біздер енді нақты берілмеген, сондықтан алдымен біздер D-ны табуымызға тура келеді. Сондықтан A10-ды біздер былай жазайық. Ол A1 қосылған D жақшаның ішінде 10 азайту 1. Яғни A1 қосылған 9D. A10 бізде өзі 12-ге тең қоямыз орнына. A1 бізде минус 10-ға тең. Және қосылған 9D дейміз. 10-ды алып мына жаққа өткізейік. Ол болады бізде плюс 10 және 22 тең 9D болады. Яғни бұл жерден бізде D-ны тауып аламыз. Ол 22 бөлінген 9. D бізде 22 бөлінген 9 болады. Енді оны мына үшінші есепке қолданайық. S10 тура сол формула, мына өзгермейді. 5 көбейтілген 2 көбейтілген A1 бізде минус 10. Сыртқы жақша қосылған 9 көбейтілген 22-ден 9-дан 22-ні қоямыз. Қысқартамыз.
Жақшаның ішінде минус 10, сыртында 5, қосу 22 тең 5 көбейтілген 12, яғни жауап 60 болады. Арифметикалық прогрессің алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңыз. Онда S5-ті табуымыз керек. Ол бізде 2A1. 15 мүшесінің қосылған D жақшаның ішінде 15 минус 1 бөлінген 2, 15. Енді мұны біздер 14 шығады. Бәрін дұрысталайық. 14 D. Оны көбейтеміз 15-ке, бөлеміз 2-ке. Бізге бар болған A1 мен D керек. A1 бар, D-ні табу үшін A 61-ді жазайық формуламен. Ол бізде 60D болады. Орындарына қояйық. 57, мына жақта минус 3 қосылған 60D. Минус 3-ті алып мына жаққа қарай өткізсек, 57 қосылған 3 болады. Мына жақта 60D болады. Яғни 60 тең 60D, D тең болады 1. Болды, D-ні таптық. Енді ары қарай жалғастырамыз. 2 көбейтілген A1 бізде минус 3, қосылған 14 көбейтілген D бізде жағынан таптық. 1, міне 1. Және көбейтеміз 15, бөлеміз 2. Тең. Жақшаның ішінде мына жерде минус 6, плюс 14, көбейтеміз 15, бөлеміз 2. Минус 6 плюс 14 береді бізге 8, көбейту 15, бөлу 2. Қысқартамыз 1, 4. Тең болады 60. S15 бізде сонда 60-ға тең.